Бүгінгі тақырыпта бізде реверстік бағдаршам. Дайынсыздар ма? Біз бастаймыз. Реверстік бағдаршамымыз бізде 4 бұрышты болып келеді. Қызыл шырағымыз жүруге тыйым салынады, жасыл жүруге рұқсат етеді. Егер де сары жанса, сізге оңға қарай көшу керексіздер, оң жақ жолаққа көшу керексіз, қарама-қарсы көлік келе жатырын білдіреді. Енді мынау суретке қараймыз. Реверсивті бағдаршам бізде екі үзік сызықта орнатылады осы жолақта. Мысалы, ол бағдаршам бізде Қазақстанда жоқ, бірақ Ресейде бар, сол жол ережесінде жазылып тұр, соны білу керексіздер. Енді қараймыз, Астанада мысалы 10 миллион халық тұрып жатыр деп санайық, 10 миллион халық. Бірақ біз өзіміз Қосшыда тұрамыз мысалы. Астанадан Қосшыға қарай бір жолақ кетеді, Қосшыдан Астанаға қарай бір жолақ кетеді, ортасы бізде реверсивті болып саналады. Мысалы, таңғы сағат 7-де Астанадан Қосшыға көп адам бармайды ғой, Қосшыдан Астанаға көп адам барады. Сол кезде, мысалы, нарыға бағдаршам қойып қойды бізде реверсивті. Астанада және Қосшыда. Қосшыда таңғы сағат 7-де жасыл жанады, Астанада қызыл жанады. Сол кезде қосшылықта Астана бағытта екі жолақпен жүреді. Астаналықтар жүре алмайды. Міне, көрдіңдер ме? Кетті. Екінші, мысалы, обедтен кейін, 14:00-ден кейін, мысалы, көбісі Астана жаққа бармайды ғой. Наоборот, Астанада жасыл жанады, Қосшыда қызыл жанады. Сол кезде астаналықтар қайтадан үйге қайтады. Көрдіңіздер ме, достар? Міне, екі үзік сызықта бізде реверсивтік бағдаршам орнатылады. Егер де жасыл жанса, бұл жолақпен жүруге болады. Егер де қызыл жанса, онда қарама-қарсы көлік келе жатыр деген сөз. Онда сіздер бұл жолаққа кіре алмайсыздар. Егер де сары жанса, сіздер оңға қарай көшіңіз, қарама-қарсы көлік келе жатырын соны білдіреді. Мүлдем бағдаршам істемесе, сіздер бұл жолаққа кіруіңізге болмайды. Онда сіз осы бірінші, екінші жолақпен жүруіңізге тура келеді. Достар, егер де сіздерге бұл ақпарат ұнаса, тіркелуді, лайкты басу және комментария жазуды ұмытпаймыз. Келесі видеоға дейін көріскенше.